Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Өткен видеоға байланысты маған бисквитті қалай әдемі қылып тураймыз деген көп сұрақтар келді. Ал ендеше бүгін сол бисквиттерді кесуді үйренейік. Бисквитті пісіру видеосында мен айтқан болатынмын. Бисквиттің көлемі әртүрлі болады. Ол жұмыртқа санына байланысты. Мына бисквиттер 6 жұмыртқада піскен бисквиттер. Сіз өз қалауыңызға қарай жұмыртқа санын көбейтіп немесе азайта отырып бисквит пісіре аласыз. Ең алдымен пышақпен кесіп көрейік. Пышағымыз түзу, өткір болу керек. Бөлігіміздің қалыңдығы әртүрлі болуы мүмкін. 1 см, 1,5 жұқа немесе жіңішке болуы мүмкін. Екіге де бөліп жатады кейбір кісілер тортқа. Ал біз где-то 1 см турап алайық. Алдымен пышағымызды түзу ұстап, бисквиттің бүкіл периметрі бойынша осылай тіліп надрез жасап шығамыз. Яғни белгі қойып шығамыз өзімізге. Маған біраз видеода ыңғайсыз, сондықтан мен осылай бисквитімізді ақырын ұстап, пышақты тым қатты батырмай, бір орайында пышақты қисайтпай бүкіл сыртына надрез жасап шығамыз. Надрезіміз болғаннан кейін сол надрезға пышағымызды көлденең қойып, енді сол белгіленген жермен жүріп шығамыз. Біздің мақсатымыз пышақты түзу ұстау, екі жағынан бірдей жүру. Асықпай, бисквитті қатты баспай, түзу жүріп шығамыз. Міне, бір бөлігін кесіп шықтық. Ал көрейік. Міне, осындай. Келесі тағы да бүкіл торттың үстін надрез жасап аламыз. Ең бастысын түсінетініңіздер, пышағымызды түзу ұстау керек. Енді надрез бойынша тураймыз. Бұл ең тиімді оңай жолы. Осы тәсілмен бүкіл тортымызды, бисквитімізді кесіп шығамыз. Міне, пышағымыз екі жақтан бірдей жүр. Соңғы корждың бетінде қисық жерін, яғни мына шапочкасын кесіп алып тастаймыз. Сонда бөлігіміз түзу болады. Тортты жинағанда ыңғайлы болады. Міне, болды. Міне достар, кішігірім бисквитімізді 4 бөлікке бөліп шықтық. Бөліктеріміз түзу, әдемі болып шықты. Тағы айта кететін жағдай, кейбір кезде бисквиттің түбі күйіп кетеді. Оны ақырын пышақпен кесіп алып тастауға болады. Немесе үшкір жақтарын пайдаланып қырып тастауға болады. Бірақ бұл манипуляцияны бисквитті бөлмей тұрып жасау керек. Сонда сіздің бөлігіңіз бірдей болады. Ал егер кескеннен кейін алсаңыз, онда бұл бөлігіңіз кішірек қалады. Ал келесі әдісіміз ол резакты немесе струнаны пайдалану. Ол үшін резакты тігінен қоямыз. Екі аяғына нық тұру керек, түзу тұру керек. Қисайтпаймыз оңды солды. Бисквитімізді қатты баспай, бір қолмен ұстап тұрамыз. Міне, аяқтары нық тұру керек. Оңды солды қисайтпаймыз. Бір қолымызбен бисквитті басып, бірақ тым қатты баспаңыздар. Әйтпесе бөліктеріміз қисық болып шығады. Жақындатып келіп, осындай түзу қимылмен
ақырын итеріп отырып осылай кесеміз. Бұл жерде мен жылдам жатқан жоқпын. Міне бір бөлігіміз дайын. Бастапқыда біраз қисық кетуі мүмкін. Ал келесі бөлігін кесейік. Тағы да түзу қойып аламыз. Бисквитімізді сәл басып ұстап тұрамыз. Резакты нық, түзу ұстап жүргізіп отырамыз. Мына жерде соңғы бөліктің бетін кесіп жатқандықтан өте жұқа, сондықтан мен бүкіл алақаныммен, саусақтарыммен ұстап тұрған жайым бар. Өйткені біраз босатсам, жылжып кететін, жоғары жаққа шығып кетуі мүмкін. Өте жұқа қабат бұл, сондықтан кесіп алып тастадық. Тегістелді. Ал міне екі бисквитті екі түрлі әдіспен кесіп шықтық. Пышақпен кескен бисквитіміз кішкене жіңішкелеу сияқты, иә? Енді қай әдіс сізге өздеріңізге ұнайды, қайсы ыңғайлы өздеріңіз шешесіздер. Екеуімен де жасап көріңіздер. Екеуі де пайдалы болады деп ойлаймын. Ең бастысы әдемі түзіп кесіп үйрену. Достар, бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Көріңіздер, үйреніңіздер, пайдаланыңыздар. Әдеттегідей видеоға лайк қойып, сақтап алып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.